Үлкен спортқа апаратын жол кішкентай қадамдардан басталады. Мұз айдынына басқалардан бұрын келіп, бір қимылды кемеліне жеткенше қайталау дағдысынан басталады. Михаил Шайдоровтың хикаясы дәл осы туралы. Михаилдың өзі Алматыда туған. Ол мұзбен алғаш рет бала кезінде танысып, айдынға бұрын өзі де мәнерлеп сырғанаушы және жаттықтырушы болған әкесі Станислав Шайдоров алып келеді. Михаил мұз айдынымен алғаш рет шамамен 5 жасында Рамстордағы мұзда танысқаны әлі есінде. Кезінде Денис Тен де осында бастағанда. Бірақ бірінші күннен-ақ бұл спортқа деген қызығушылығы оянбай, бала көңіліне ұнамаған соң біраз уақытқа көркем гимнастикаға кетеді. Дегенмен уақыт өте Миша саналы түрде оралып, бұл әрекетіне еш өкінген емес. 7 жасында конькиге тұрып мәнерлеп сырғанаумен шыңдап, әрі кәсіби түрде айналысу туралы шешім қабылдайды. Балалық шақта жетістіктің негізі сөзбен емес, 1000 рет қайталаумен қаланады. Алғашқы жылдары Михаилды әкесі жаттықтырады. Бұл да оның тарихының маңызды бөлігі, яғни қаталдық пен қамқорлық қатар жүргені отбасылық мектеп. Уақыт өте Михаил өн бойыма сіңірген негіз үшін, бала кезімнен дұрыс техника мен тәртіпке үйреткені үшін әкеме алғысым мол деп айтады. Өкінішке орай, есімде жоқ. Бар жоғы 5 жаста едім. Қазір есіме түсіре алмаймын. Бірақ Рамсторда жаттыққанымыз есімде. Өте кішкентай мұз айдын еді. Оның үстіне адам да тым көп. Айдынның қазандай дөп-дөңгелек болғаны былай тұрсын, жай ғана жаппай сырғанап жүрген адам қарасы да қалың. Соның арасында мен әлде бір элементтерді орындап жүремін. Тым кішкентай болсам да, сол кезде бірдеңе орындауға тырысамын. Тағы әрине, әкем маған спортсмен сияқты тым қатал мәміледе болмады. Өзім осыны қаладым. Өзімнің жаттығуға деген ұмтылысым болды. Тіпті қазір де, сол кезде де жаттықтырушыларым мені бірдеңе істеуге мәжбүрлемейді. Өйткені бұл тек менің қалауым. Көп еңбектеніп осы спорт түрінде дамығым келеді. Үлкен спортқа апаратын жол жиі маңызды шешім мен тағдыр бұрылыстарынан тұрады. Осындай бетбұрыстың бірі Алексей Урмановпен кездесу болды. Алексей Евгеньевич қазір Михаилдың бас жаттықтырушысы, өзі бұрынғы олимпиада чемпионы. Михаил Алексей Урмановпен жұмыс істеу оңай әрі тыныш дейді. Ол күн сайын жігер беріп, талап қойып, артық шашылмай, күн сайын нені жақсарту керектігін нақты түсініп, тәртіп, сенім және дәл түзетумен нәтижені біртіндеп қалыптастырғанда негізгі нәрсеге, техникаға, тұрақтылыққа және психологиялық жинақталуға ден қоюға көмектесетін тәлімгер әрі ұстаз. Әкемнің өміріндегі рөлі орасан зор болды. Алғашында дұрыс техникамды қойып, мұзда сырғанауды үйреткен жаттықтырушым еді. Кейін әрі қарай жаңа тәлімгер, олимпиада чемпионы Алексей Урмановпен жолымды жалғастырдым. Әкем қазір де ақылым беруге тырысады. Мысалы, әлі күнге дейін конькиге тұруды үйретеді. Бізде бәтеңке мен жүзу болады. Оларды бәрібір дұрыс қоя білу керек. Осы күнге дейін мұны әкем жасап береді. Өйткені мен үшін бұл маңызды. Жыл өткен сайын тек техника емес, іске деген көзқарас та жетіледі. Кәсіби спортта жақсы күндері қалай сырғанағаның маңызды емес. Күнделікті өмірде не істейтінің маңызды. Шаршағанда, ісің оңға баспағанда, тағы мұзға шығып бәрін тағы қайталау керек болғанда. Осындай сәтте мінезіңнің мықтылығы көрінеді. Михаил өзінің қыңыр екенін мойындайды. Егер бір элементті орындау қолынан келмесе, көздеген нәтижесіне жетпегенше жай мұздан кетпейді. Содан кейін әдетте көрермен тамашалайтын бөлім басталады. Үлкен старттар, қысым, соңғы нәтиже, бірақ кадр артында ең маңыздысы тұрақтылық қалады. 2025 жыл Михаил үшін ерекше жыл болды. Ол 4 құрлық чемпионатында алтын медаль жеңіп алып, бұл жеңісі бірнеше себепке байланысты символдық мәнге ие болды. ISU жеңіс Денис Теннің сол турнирдегі, сол қала, Сеулдегі тарихи титулынан кейін дәл 10 жыл өткен соң орын алып отырғанын атап өтті. Сол додада Михаил мәнерлеп сырғанау әлемінде пікір тудырған элементтерін, өз алдына қойған маңызды мақсаты саналған 4 реттік сальховқа ойлер арқылы 3 реттік аксельді қамтыған ерекше ультра-си тізбегін орындай алды. Сол маусымда ол әлем чемпионатында күміс
және 2025 жылғы қысқы Азия ойындарында қола жүлдегері атанды. Бұл жетістігін Михаил қысқы спорт түрлерінің үздік спортшысы сыйлығының иегері болған Алматы қалалық марапаттау рәсімінде де атап өтті. Бұл жай ғана өмірбаянымдағы үш қатар жол емес. Бұл мықты қарсылас алдында ішкі ұмтылыс пен тұрақтылық шешетін эмоционалды ауыртпалық пен жауапкершілік тұрған негізгі ойындардың үш түрлі форматы. Жалпы өткен маусымда жарыстарда тым көп жолаушы болды. Мұндайды күтпегенім рас. Өйткені мені қолдаған адам тым көп келді. Жарысты көруге жақын өлкелерден, жақын елдерден келгендер көп болды. Басым бөлігі қазақстандықтар. Мен үшін бұл, яғни жарыста болатын дүние аса маңызды. Әлі есімде үлкен чемпионатта Қазақстан әнұраны жаңыраса екен деп армандайтын едім. Сонда мақтанышпен қолымды кеудеме қойып, әнұран айтамын дедім. Михаил есімі әлемдегі жетекші ерлер арасындағы жекелей сырғанайтын спортшылармен қатар айтылған маусымнан өтті. Мысалы, Қытайдағы Гран-приде Cup of China. Ол жалпы 262,167 ұпаймен қола медаль жеңіп алды. Әрі ішкі қысым туралы. Қысым сырттан емес, өзінен. Жақсырақ нәтиже көрсетуге ұмтылудан туындағаны жайлы әңгіме қозғады. Скейт Америка чемпионатында Михаил қысқа бағдарламадағы ең күрделі жиынтықтың бірін, 4 ретті Лутс, 3 реттік тулуп, 3 реттік аксель және 4 реттік тулупты орындады. Спортта жалғыз, ұзақ қашықтықты жүріп өту мүмкін емес. Михаил мұны бүкпестен мойындады. Демеушілер мен команданың қолдауы өте маңызды. Жанкүйерлермен кездесуде ол Владимир Жұманбаев пен Алтын Алмас акционерлік қоғамына ерекше алғыс айтып, мұндай қолдау жоғары деңгейде жаттығуға, бағдарлама әзірлеуге Қазақстанды әлемдік аренада лайықты түрде таныстыруға ықпал ететінін де айтады. Алға Қазақстан!